мұғалімнің форматында или деген трендті түсіреміз. Немесе, иә, кеттік. Немесе ма? Күшті үйде тұрып мұғалім болу, бірақ 100 000 теңге жалақымен. Немесе Мальдивте еден жуушы болу, 10 000 теңге жалақы. Ана үйге төлемеймін тегін ғой, иә? Тегін дедің, иә? Күшті үйде тұрасың, мұғалімсің. Иә, үй тегін емес па? Болды онда бірінші вариант ғой. 100 000 теңге былай да былай құртпай ба десең. 100 000 теңге жалақы бірақ. Иә, ничего страшного. Или Мальдивада. Так, біріншісі, сен бүкіл мектептің алдында, ұстаздар, оқушылардың алдында микрофон қосылып қалған, сен білмейсің микрофон қосылып қалған. Сөйтесің да әріптес туралы жамандап жатқан дауысың естіліп қалады. Бүкіл мектеп естиді. Немесе ата-аналардың чатына бір ұятсыз бірдеңелер жазып қоясың, сен оны білмейсің, ата-аналардың чатына кеткен. Қайсы? Ора, бірінші шығар. Әріптесін жамандап жатқан ба? Иә. Ол ешкім мен түрін білмейді ғой даусынан басқа. Дауысын дамып қойды ғой. Дауысын тамып қоймауым жүрмейді. Хорошо. Біріншісі, иә? Иә. Өзім репутациямды ойлап отырмын. Екеуінен де репутацияң біліне деген орақ ше. Бір ай интернетсіз жұмыс істеу, немесе 9 ай принтерсіз жұмыс істеу. 9 ай принтерсіз? Басқа жақтан шығара салам ғой. Бір ай интернетсіз. 9 ай принтерсіз жұмыс жасай берем деймін. Потому что Нұргүлден шығара салам ғой. Ондай возможность жоқ қой. Біреуде ақшаң болса 100 000 теңгем бар ғой бағана. Ничего, шығара саларым. Так, кеттік. Ашық сабақта проектор ше, доска. Сол істемей қалу, немесе бүкіл материалдарын флешкіде үйден кету, басқа жақтан кету, короче. Алу мүмкін емес оны. Интерактивный доска істемей қойсын. Жақсы. Бәрі шығарып алып, дайын тұрса болды кәдімгі. Бірақ флешкада екеуі бір нәрсе емес пе негізі? Иә, негізі флешке салатын ана неде ғой? Негізі мен флешкада ешқашан хранить етпеймін. Мен ноутбукпен жүрген секілді. Флешкада хранить еттің, сохранить. Мен ноутбукпен жүрген секілді. Нет, в этом случае сен флешке... Ну ладно, интерактивный доска істемей қойсын. Техникалық хау. Жақсы, өте әдемі. Кеттік. 24 сағат қымыз жазу, немесе 24 сағат ата-аналар чатына жауап беру. Так, ойланатын нәрсе екен. 24 сағат қымыз жазу, немесе ата-аналар чатына жауап беру. 24 сағат даже. Қымыз жасап, қасына, егер қымыз жазудан қазір мен мастермін ғой, қасына кино оқып қойып қымыз жасай беретін шығармын. Музыка оқып қойып қымыз жасай беретін шығармын. Бірдеңесін тауып аламын ғой. Давайте қымыз жасау. Ең оңай. Потому что ата-ананың неше түрі бар, нервімді сақтағым келеді.